Құрметті менің көрермендерім, міне әп сәтте мен кереметте дәмі тіл үйіретін өзі дәмді, өзі тәтті, өзі қытырлақ кереметте шүйбарсағымды жасадым. Шығыстың шүйбарсағын жасап көріңіздер. Бетте қант, май, су болды. Осындай керемет дәмді жасаңыздар. Менің рецептімді пайдаланыңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар. Қазақтың қызын қолдап кетіңіздер. Менің көрермендерім, міне бізде тоңмай. Қыздарың сұрап жатасыздар, тоңмай деген не, тоңмай деген не деп. Бұл малдың іш майы, сондайларды ертіп, осындай тоңмай жасаймыз. Мен міне бүгін бауырсақ пісірейін деп, міне мына майды ерттім. Құрметті менің көрермендерім, менің қазір ютубты жарып жатқан екі азаттан шүйбарсағым бар. Бүгін соны балаларыма тағы да жасап берейін деп жатырмын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін мен міне тоң майды қыздырдым. Өте қатты қызу керек. Оған қант қосып аламыз. Бір қасық тұз қосамыз. Сосын оның секреті, қанша мөлшерде май қостық, сонша мөлшерде ыстық су қосуымыз керек. Міне қайнап тұрған ыстық су. Міне достан жаймендеп ұнымызды қосамыз. Басқа ештеңке қоспаймыз. Қант, май, су, тұз. Мен оны бірден жайып, қатырып қойайын деп жатырмын. Үш жайын жасап қойдым. Енді бір 10-15 минут қатыруға жіберемін. Қатып қалды. Қазір кесуге де ыңғайлы, тез. Заводтың бауырсақтар сияқты ғой, бауырсақтар. Өте қатты қызып жатқан майға тездетіп пісіріп алайық деп жатырмыз. Шығыстың шүйбарсағы, Найманның қыздарынан Найман бауырсақ, шығыстан шүйбарсақ. Ардақ Әлбекованмен бірге болыңыздар.